Жауырын сүйегі ос скапуля деп аталады. Иық белдеуіне жататын сүйектің бірі. Ол сыртқы пішіні жағынан үш бұрыш тәрізденген, жалпақ және екінші жетінші қабырғалар аралығында орналасатын сүйек болып табылады. Үш қырына ажыратамыз. Медиальды қыры, маргомедиалис, латеральды қыры, марголатералис және жоғарғы қыры, марго супериор. Үш қырына байланысты үш бұрышына ажыратып көрсетеміз. Жоғарғы бұрышы ангулюс супериор, төменгі бұрышы ангулюс инфериор және латеральды бұрышы ангулюс латералис. Латеральды бұрышы жауырынның буын ойысы маңына сәйкес келеді. Буын ойысы арқылы, яғни кавитас глейноидалис арқылы жауырын сүйегі тоқпан жіліктің басы мен капут хумеримен беттесіп, мінекей мына аймақта иық буынын түзетін болып табылады. Дәл осы буын ойысының жоғарғы бөлігінде төмпешікті байқаймыз. Туберкулум супраглейноидали деп аталады. Дәл осы төмпешіктен иықтың екі басты бұлшық етінің ұзын басы сіңірі шығады. Буын ойысының төменгі бөлігінде біз тағы бір төмпешікті байқаймыз. Ол төмпешік туберкулум инфраглейноидали деп аталады. Ол төмпешіктен иықтың үш басты бұлшық етінің ұзын басы шығатын болып табылады. Кавитас глейноидалис басқа бөліктерден мойны арқылы, яғни жауырын сүйегінің басқа бөліктерінен коллюм глейноидали деп аталатын мойны арқылы бөлінген болып табылады. Екі бетін ажыратамыз. Қабырғалық беті фацис касталис және де дорзальды беті фацис дорзалис. Қабырғалық беті тегістеу келеді және қабырғаларға беттесіп орналасатын болып табылады. Және осы аймақта бізде фосса субскапулярис, яғни жауырын асты бұлшық еттің ойысы орналасатын болып табылады. Дорзальды бетіне келетін болсақ, ол жер бізде кедір бұдырлы келеді және онда біз спина скапуля, жауырын қылқанын көруімізге болады. Дәл осы жауырын қылқан арқылы жауырынның дорзальды беті екі ойысқа бөлінеді. Фосса супраспината, қылқан үстілік ойысқа және фосса инфраспината, қылқан асты ойысына. Қылқан асты ойысы қылқан үстіне қарағанда көлемділеу келетінін байқап тұрмыз. Және де жауырын қылқаны латеральды бағытқа қарай бағытталып, акромионға ұласатын болып табылады. Акромионның бетінде буындық беті болады. Фацис артикулярис акромиалис деп аталады. Сол буындық бет арқылы ол жауырын сүйегімен байланысатын болып табылады. Жауырын сүйегінің жоғарғы қырында біз оның тілігін байқаймыз. Инцизура скапуля деп аталады. Одан латеральды жаққа қарай бағытталатын, сәл алға қарай шығыңқы, құстұмсық тәрізді өсінді процессус каракоидусты байқауымызға болады. Жалпы жауырын сүйегі 18-24 жас аралықта сүйектенуі аяқталатын болып табылады.